Қазіргі кезде адамзаттың басына түскен қасіреттің бірі талай жанұяны зар қақсатып, талай сәбиді бақытсыз еткен, талай ата-ананың жүрегін қан жылатқан ол қазіргі жастардың ойынға әуес болуы. Мінбеден сайраған халық қалаулыларының осы бір зобалаңды толығынан тоқтата алмауының себебі неде? Онымен қоймай, көк экранның ар жағынан қаншама жарнама беріліп, жастарды өз тозақтарына түсіріп жатыр. Осындайда бір жолдасымның таныстарының баласының басына түскен адам айтса нанғысыз бір уақиға ойыма түседі. Жасұлан мен Мәдина жалғыз ұлдары Ержанды еркелетіп өсірді. Айтқанының бәрін істеп бетін қақпады. Ержан мектепті бітіріп, архитектура институтына түсіп, оны бітіріп, жақсы фирмаға жұмысқа орналасты. Жұмысқа жақын жердегі кафеге түскі асқа барып жүріп, Жанна есімді сұлу да инабатты қызбен танысты. Ол банкте менеджер болып жұмыс жасайды екен. Екеуі бір-бірін ұнатып, жанұя болсақ деген ортақ шешімге келеді. Той өтіп, бір жылдан соң дүниеге алғашқы сәбилер келеді. Сол кездерде Ержанның ұйымына жаңа қызметкер жұмысқа орналасады. Үйленбеген Арсен деген жігіт қалтасы әрдайым ақшаға толып жүреді. Сол кезде Ержандардың жанұясында ақша жетпеу мәселесі өршіп тұрған болатын. Жанна декретте, ипотека, басқа да несиелер. Осыны байқаған Арсен Ержанды ойын ойнауға үгіттей бастайды. Бір-екі рет ойнайсың, қолың жүрмесе тастап кетесің дейді. Ержан келіседі. Бірақ алғашында қалтасына ақша молынан түскен соң, бұл құрсаудан қалай шыға алмай қалғанын өзі де байқамай қалады. Бірақ бірте-бірте қолы жүрмей, ақша жетпей, не істерін білмей басы қатады. Ойынды тастап кетуге әлсіздігі басым болып кете алмайды. Ол қарызға ойнай бастайды. Әке-шешесінен сұрайын десе, оларда ақша жоқ зейнеткерлер. Санасында қалған кішкене саңлау оларға білдірме деп сыбырлайды. Ержанның қарызы күннен күнге көбейе бастайды. Ол банктерден, достарынан, тіпті өсімқорлардан ақшала бастайды. Оның басты қарыз берушісі бай, әрі қатал адам Айдын, құмар ойындарды ұйымдастыруымен танымал. Айдын Ержанға қарызын қайтару керектігін күнде ескертеді. Ержан Айдынға қарызды қайтаруға уәде беріп, тағы да ақшаны ойын арқылы ұтып алуға тырысады. Бірақ оның жағдайы тек нашарлай түседі. Айдын оны қатаң шарттарға итермелейді, ал Ержан тығырыққа тіреледі. Бір күні Айдын Ержанға күтпеген ұсыныс жасайды. Сенің әйелің сондай сұлу, мен оны бір кешке шақырғым келеді. Егер ол келіссе, мен сенің қарызыңды кешіремін дейді. Бұл ұсыныс Ержанды шошытады. Бірақ қарызды қайтарудың басқа жолын таппаған ол, бұл ұсынысты шын мәнінде ойлай бастайды. Алғашында бұл ойдан шошып, теріс айналғанымен жағдай оны қайта Айдынның ұсынысына оралуға мәжбүр етеді. Осы уақытта Жанна үйде жолдасының жұмыстан келуін күтіп отырған болатын. Ол оның мінезіндегі өзгерісті байқағанымен нақты не болып жатқанын түсіне алмай дал. Ержан өзінің қиын жағдайын ақтап алу үшін Жаннаға өтірік айтады. Ол Жаннаға бұл тек іскерлік кешкі ас екенін, онда тек әйелдер ғана болатындығын айтады. Жанна күйеуіне сеніп келісімін береді. Ол кешкі асқа дайындалып, өзінің әдемі көйлектерінің бірін киеді. Ержан оны Айдынның үйіне жеткізіп салады. Айдынның үйі сәнді де әр салтанатты екен. Жанна бұл жерге келгенде өзін жайсыз сезінеді. Себебі бұл жерде әйелдер ғана емес, ер кісілердің де жүргенін көреді. Кетіп қалайын десе, институтты бірге бітірген, бірге оқыған танысын кездестіріп қалады. Ол да жалғыз екен. Ол шамалы болайық та, сосын бірге қайтайық дейді. Айдын кеш бойы Жаннаға
жылы қабақ танытып құрмет көрсетеді. Кештің соңында Айдын оған күйеуінің оны осында қарыз үшін жібергенін айтады. Жанна оған сенуден бас тартқанымен Айдын барлық дәлелдерді көрсетеді. Бұл сөздер Жаннаны есеңгіретеді. Жан-жағына қарап танысын іздеп еді. Ол да қайда кеткені белгісіз жоқ болып шығады. Осыдан кейін Айдын оны күштеп, жақындап, зорлық көрсетеді. Бұл түн Жаннаның өмірін түбегейлі өзгертеді. Жанна түн ортасында үйіне қайтып келеді. Ол күйзелісте көз жасын тоқтата алмайды. Ол Ержаннан не болғанын сұрауға тырысады, бірақ Ержан ақтала бастайды. Бұл жай ғана бизнес, қаржымыздан құтылу үшін басқа амалым болмады, дейді. Жанна оның сөздерін естігеннен кейін күйеуінің өзіне сатқындық жасағанын толық түсінеді. Ол онымен бірге қалғысы келмейтінін айтады. Бірақ Ержан көз жасын көлдетіп, оны кешіруін өтініп жалынады. Жанна ішіндегі қорқынышты жеңіп, полицияға баруға шешім қабылдайды. Ол зорлық туралы арыз жазып, өзінің басынан өткен жағдайды ашық баяндайды. Бірақ полиция Айдын сияқты беделді адамға қарсы іс қозғауға асықпайды. Жанна жалғыз өзі заңгер іздеп, сот процесін бастауға бел буады. Ол үшін бұл оңай емес еді. Қоғамдағы көзқарас, отбасынан қолдау таппау және Айдынның тарапынан қысым оның жолын қиындатады. Айдын Жаннаның әрекетінен хабардар болып, оған қысым көрсету үшін түрлі амалдар жасайды. Оны үйіне қорқытып белгісіз адамдар келеді, телефонына қоқан-лоқы хабарламалар түседі. Бұл жағдай Жаннаны жасырына тұруға мәжбүрлейді. Ол қызын алып басқа қалаға көшіп кетеді. Бірақ ол істі тоқтатпайтынын және өз құқығын соңына дейін қорғайтынын айтады. Сот процесі басталғанда Жанна барлық шындықты ашық айтады. Ол тек өзіне ғана емес, қоғамға да маңызды мәселені көтереді. Ержан сотта куәгер ретінде шақырылып, Айдынмен келісімін мойындауға мәжбүр болады. Айдынның тарапынан жалған куәгерлер мен өтірік дәлелдер келтірілгенмен, Жанна өзінің табандылығы арқылы істі жеңуге жақындайды. Сот Айдынды кінәлі деп табады. Ол ұзақ жылдарға түрмеге қамалады. Жаннаға материалдық және моральдық өтемақы беріледі. Бірақ бұл жеңіс оның жараларын толық емдей алмайды. Жанна басқа қалаға қызы екеуі үшін жаңа өмір бастайды. Ол әйелдердің құқықтарын қорғау үшін қоғамдық ұйымдарға қосылады. Өзінің оқиғасымен бөлісіп, өзгелерді қорғауға тырысады. Ержан өз қателігін түсініп, қаншама рет кешірім сұрап, Жаннаға келсе де, Жанна оны қайта қабылдамайды. Ол құмар ойындардың құрбаны болып, өз отына өзі күйіп, жалғыз қалады.